Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Добрый день, уважаемые коллеги. Бүгін мемлекеттік тіл туралы заң жобасының таныстырылымы болады. Бұл заңның жобасын үкіметтік емес ұйымдардың біріккен комитеті жазып дайындап отыр. Бүгінгі біздің қонақтарымыз Сәбетхан Хаббасов, Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағының құрметті төрағасы, жазушы, Дос көшім ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы, жұмысшы тобының жетекшісі, Марат Бөтеев, Аллажар қолдау қоғамдық қорының президенті, жоба үйлестірушісі, Бәшір Жадалтай, Руханият жасылдар партиясы төрағасының бірінші орынбасары, Нұржан Нұржанбеков, мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жауапты хатшысы, жұмысшы тобының мүшесі, және Әбдашит Бәкірұлы, Алматы қалалық қазақ тілі қоғамы төрағасының орынбасары, жұмысшы тобының мүшесі. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз қазақ тілінде өтеді көбінесе, поэтому, уважаемые коллеги, я сейчас представил, у вас есть этот список для тех, кто, если казахский, скажем так, плохо понимает, да, пресс-конференция будет идти на казахском языке максимально. Если будут вопросы на русском языке, ответы наверняка будут, но уже будем смотреть по ходу нашей пресс-конференции. А теперь я передаю слово нашим гостям. Совет Канаға, сізге сөз. Армысыздар, аяулы азаматтар. Бүгінгі біздің жиналып отырған отырысымызды мен құбылыс деп бағалағым келеді. Біз 20 жыл бойы азаматтық қоғам, үкіметтік емес ұйымдар деп айтып жүрміз ғой. Міне алғаш рет азаматтық қоғамның әрбір үкіметтік емес ұйымдары бас қосқан бірінші заң жобасын қабылдап отырмыз біз. Бұл дүние қалай келді деңіз? Осыдан 2013 жылы білесіздер, үшінші бағдарлама мемлекеттік тіл туралы қабылданды. Бұл бағдарламаның жағдайы біздің республикамызда тіпті қарапайым халықтың арасында өте жайсыз құбылыс, өте жайсыз сөз тудырды. Бұл жайында пікірді жазып та, айтып та көп әңгімеленді. Бірақ осының ішінде Алаш қоғамдық бірлестіктер одағы біз ондаған үкіметтік емес ұйымдарды біріктіреміз. Біз 3 түрлі дөңгелек үстел жинадық. Бұны қайтеміз деп. Бұл дөңгелек үстелдерге біздің ақсақалдарымыз, академиктеріміз, әртүрлі заң ғылымдарының, тілдің ғұламалары қатысып, бірінші дөңгелек үстелде ол кісілер айтты, бұл жазылып та, айтылып та жатқан мәселе, бірақ ештеме шығар емес. Сондықтан біз балама жоба қабылдауымыз керек деді. Келісіп, біз балама жоба дайындап, екінші дөңгелек үстел жасадық. Осы талқылау толық тұрғаннан кейін үшінші дөңгелек үстелмен балама жобаны бітіріп, біз президент аппаратына, сенатқа, мәжіліске, үкіметтің өзіне, мәдениет министріне жібердік. Бірақ осыдан кейін біз 1,5 жылға дейін ешбір жауап алмадық. Сол жауап алмағаннан кейін, міне биыл июль айында қайттан Алаш қоғамдық бірлестіктер одағының 7 құрылтайшысы бар, барлығымыз жиналып, бұның жауабы неге жоқ деген мәселемен жиналмақ болдық. Міне осы жиналмақ кезінде мына ғалымдар одағының президенті Оразалы Сәбден деген мырза біздің билер кеңесінің төрағасы болып істейді. Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағының. Міне ғалымдар одағы мен жазушылар одағымен кеңесіп, жазушылар одағының үлкен залында 13 тамыз, жоқ тамыз, жоқ тамыз, міне шілде, 13 шілдеде жиналыс ашатын болдық. Жаңағы 3 одақ. Оған бізге өте көп үкіметтік емес ұйымдар, белгілі міне ұлт тағдыры қоғамы, Мұхтар басқаратын мемлекеттік тіл қоғамы, мына асыл апаларың басқаратын мемлекеттік тіл қамқоршысы қоғамы, осылардың барлығы қатысып, бұл жиналысқа мөлшермен 300-ден аса адам, зал толы адам болды. Міне осы дүниеде 20-дан аса академик келді. Серік Қирабаев бастаған,
Әлия Бейсенова апамыз бастаған. Міне осылардың жиналыс біткеннен кейін, бұлардың ұсынысы бойынша үкіметтік емес ұйымдар, міне, алғаш рет осыншама бірлік, бұрын бір ұйымның атынан, бір кісінің атынан ұсынылған дүниелер болып жатты. Алғаш рет біз үкіметтік емес ұйымдар бірігіп, осы заң жобасын жасау керек деген қорытындыға келдік. Міне содан бері қарай, шілде айынан бері қарай, бүгін міне ноябрьдің 1-і бұны бұлай істеді. Үкіметтік емес ұйымдардың біріккен комитетін құрылды. Осы біріккен комитет басқаратын болды. Біріккен комитеттің бірінші отырысында біз жұмысшы тобын құрдық. Міне 8 адамнан тұратын. Жетекшісі Дос Көшім басқаратын болды. Міне содан бері қарай біріккен комитеттің өзі 2-3 рет жиналдық. Мына жұмысшы тобының жиналысы бұлар күн ара жиналып отырды десек те болады. Міне соның арқасында алғаш рет біз заң жобасын жасап, Алла бұйырса міне өздеріңізге хабарлап, одан кейін ең әуелі халыққа, газеттердің беттеріне бүгіннен бастап біз береміз, содан кейін мемлекеттік орындардың барлығына жібереміз деп осылай істеп отырмыз. Мұнда айта кететін бір жағдай, 13 шілде күні біздің жиналысымыз болады дегенде біз жасырын еткеніміз жоқ. Бұны президент аппаратында Әшімбаевқа да, содан кейін мәдениет министріне де барлығына шақыру қағаз жібердік. Осы арада бұлар шілденің 8-і күні Достық үйінде 2 вице-министр келіп жиналыс ашты. Біріншісі мәдениет вице-министрі Ғазиз Телебаев келді, екінші білім вице-министрі Махмет Ғали Сарбеков деген азамат келді. Және бұған бүкіл 14 облыстың тіл басқармалары түгінен 7-8 адам келіп қатысты. Міне осы дүниеде қалалық әкімшіліктің білім басқармасы, ішкі істер басқармасы барлығы қатысты. Осында айтылған өте бір қызық дүние, және жаңағы вице-министрлер мойындаған 3 рет жасалған тіл бағдарламасының қорытындысы өте әлсіз. Мәнісі халыққа өте тиімді болмады деген қорытынды қабылдады. Ал енді 29 күні президент Назарбаев қол қойған деген 4-ші бағдарлама. Міне сонда 20 жылдың ішінде осындай жағдай болды. Сіздерге қарақтарым, мына отырған жап-жас жігіттер, қыздар екесіздер. Тіл тәуелсіздігі болмай, ұлттың, халықтың тәуелсіздігі болуы мүмкін емес. Міне сондықтан біздің мына 20 жылғы дүниеде қазақ халқы өзінің тәуелсіздігін сезінбей отырмыз деу, бұл заңды нәрсе. Сондықтан бұдан ары қарай созуға болмайды. Біздің құрамымыздағы республикадағы диаспоралардың бәріне 20 жыл деген, міне 20 жасқа келді. Енді ары қарай мемлекеттік тілді сыйламайтын халықтарды тәртіпке шақыру керек деп есептеймін. Сондықтан ал осы тіл комитетіне қатысып отырған 10 шақты біріккен үкіметтік емес ұйымдардың одақтарын және міне 8 жұмысшы тобының азаматтарына үлкен алғыс айтқым келеді. Өйткені бұл қыруар еңбек жасалынды. Біз өзіміздің алдымызда тіл заңын қабылдаған республикалардың заңдарының барлығымен танысты. Міне сондықтан бұл алғаш рет демократиялық. Үкімет бізге жасап ұсынып отырған емес, үкіметке біз ұсынып отырмыз. Жалпы азаматтық қоғам осылай болуға тиіс деп ойлаймын міне. Алғашқы қадамымыз сәтті болатын болса, біздің алдымызда сайлау заңы, жер заңы деген заңдар бар. Егер мұнаны сәтті қабылдайтын болса, біз мына бірге жұмыс істеген азаматтар осындай алдымызға мақсат қойып отырмыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Менің сөзім оп-оңай шығар, себебі сіздерге бәрін таратып бердік қой, қолдарыңызда.
Сондықтан мен тек қана сол заңның ішіндегі, сол заң жасаған уақыттардағы негізгі ұстанымдарды ғана мен қысқаша айтып берейін деп отырмын. Әрбір заң жасаған уақыттарда сол заң ішіндегі принципті бағыттар болады. Неліктен біз осы уақытқа дейінгі қолданыстағы тілдер туралы заңның орнына мемлекеттік тіл туралы заңын жасадық, және оның жасаған уақыттарда біздің алдымызда қандай бағыттар болды, қандай концепцияны ұстадық, қандай принциптерді ұстадық. Мен соның бір 7 принципін ғана айтып берсем жетеді. Басқа сіздердің қолдарыңызда бар. Бірінші, біздің заң жобасының ішінде негізгі ұстанымның біреуі, қос тілді қатар қолдануға мүмкіндік беретін ешқандай заңдық негіз жасамауға тырыстық. Бұл түсінікті ме? Тағы да қайталап айтып көрейін. Қос тілді қатар қолдануға мүмкіндік беретін ешқандай заңдық негіз жасамауға тырыстық. Екінші, қазақ тілді азаматтардың аузында жүрген соңғы жылдары тіл мәселесінде айтылған, жазылған, көтерілген мәселелерді заңдық тұрғыдан шешуге бағытталған баптарды енгіздік. Түсіндіре кетейін, бір мысалменен. Мысал, біздер айтамыз ғой, түнгі сағат 12-ге дейін, жаңа прайм тайм кезінде орыс тілді хабарлар көрсетіледі, сағат 12 мен таңғы сағат 6-ға дейін екінші сортты қазақтарға арналған хабарлар көрсетіледі. Жаңағы түні бойы жұмыс істемесін, демографияны көтермесін деп ойлау керек. Тек қана теледидар көріп отырсын деп. Біз мысалы осындай нәрсенің бәрінде заңдық бір механизмдерін осыны табуға тырыстық, халықтың алдында жүрген нәрсе. Үшінші мәселе. Орыс тілін басқа тілдерден ерекшелендірмеу, және оны қазақ тілімен қатар қоймайтындай жағдай туғыздық осы заң жобасының ішінде. Себебі мемлекеттік тіл, басқа тіл жоқ. Ресми тіл мен мемлекеттік тілдің екеуінің бірдей деңгейі бар да, бізді қысқасы осы терминологиялық шатастырған болу керек. Сондықтан біз орыс тіліне бұл жерде ешқандай артықшылық, ерекшелік бермейтін болдық. Керек десеңіздер, біздің заңда этностық топтардың тілі деген жерде мынандай сөз бар. Этностық топтардың тілдері Қазақстанда тұратын барлығы бірдей, олардың ешқайсысына ерекше жағдай жасалмайды. Оның ішінде орыс тілі де бар. Диаспораның біреуінің тіл есебінде. Тек сондықтан мемлекеттік тіл ғана жеке тұр. Төртінші, қазақ тілі міндетті, басқа тілдер қажеттіліктеріне қарай деген ұстанымға заңдық негіздеме жасадық. Бұны көңіл бөліңіздер, себебі сіздер ойламаңыздар, бұл жерде тек қана қазақ тілі деп. Біздердің заңдарымыздың ішінде қажеттілігіне қарай басқа да сол жердегі шағын бірге тұратын ұлт өкілдерінің, не болмаса этникалық топтарға мүмкіншілік берілетін мәселелер бар. Бесінші, сонымен қатар мемлекеттік тілді міндеттеуді ашық заңға енгіздік. Бұл осыдан бір жыл бұрын қабылданған ел бірлігі доктринасында жазылған, сіздер оны жақсы білетін шығарсыздар. Ол жерде Қазақстанның азаматтарының мемлекеттік тілі білуі міндетті деген сөз жазылды. Демек, доктринаның бұл негізгі бағыт болса, біз соны заңға енгіздік осы мәселені. Алтыншы, шет елдердің заңдарын салыстыра отырып, қазақ елінің мемлекеттік тіл туралы заңының адам құқы мен еркіндігін шектемеуін, халықаралық заңдарда бар баптарының ғана енуін қамтамасыз еткіздік. Қысқасы, біздер жұмыс істеген уақыттарда 2-3 алыс шетелдейміз, сосын барып 7-8 жаңағы не дейміз, бұрынғы кеңес үкіметінің республикаларының заңдарын салыстырдық та, соның ішінен біздің жасап жатқан заң жобамыз асып кетпесін, соның шеңберінде болсын. Қысқасы, халықаралық тәжірибеден біз ешқайда кеткен жоқпыз. Соның аумағында жұмыс істедік. Жетінші, бұл енді заң жасаған уақыттарда мынандай бір саясат болады кей кездерде. Кейбіреулер айтады да, осы заңды қатты қылып жасайық, барлығын айтып қалайық. Алатын алсын, алмайтын қойсын, бір айқай шығарайық. Мынау заң дегеніміз осындай болсын деп. Екінші бір заң жасаған уақытта айтады, біз бұны сәл-пәл жұмсақ қылайық, өтіп кетсін, біреулер шуламасын, біреулердің қытығына тимей, қоғам екіге бөлінбесін деп жұмсарту. Біз осы екеуінде ұстанған жоқпыз. Заңды дайындау үстінде заң баптарын алдын ала не жасанды түрде қатаңдату, не жұмсарту жұмыстары жүргізілген жоқ. Біз өзіміздің ойымызды, өзіміздің пікірімізді заңдық тұрғыда мәдениет түрде бердік та қойдық. Себебі біз бұл заң жасаған уақытта бір саяси ойынды ойнағымыз келмеді. Себебі бұл заң негізінен қазақ тілді азаматтардың бәріне арналады да, сондықтан осы бағытта ұстауға тырыстық. Міне осындай 7 ұстанымменен заң жасаушы топ жұмыс істеді. Рахмет. Рахмет. Марат Бөтеев мырза, сізге сөз. Енді заң жобасы жасалды, ары қарай бүгін міне таныстырылымы болып жатыр. Енді осы заң жобасы халыққа қалай жетеді? Ары қарай үкіметке, мемлекетке қажетті заң ретінде қабылдануын ары қарай қалай жүзеге асырамыз деген орынды бір сұрақ туады. Сондықтан осы сұраққа кішкене жауап беріп көрейік. Енді бағана Сәветхан ағам айтып кетті, Қазақстан Республикасы үкіметтік емес ұйымдарының біріккен комитеті құрылды.
Қазір Қазақстан Республикасында кейбір деректерге қарасақ 25 мыңға жуық үкіметтік емес ұйым бар. Сан көп, сапа жоқ болып келді. Енді сол санның сапаға көшкен бір нәтижесі, соның бір көрінісі ретінде осы үкіметтік емес ұйымдардың біріккен комитеті құрылып, осы комитеттің ішінде енді көптеген тұлғалы азаматтар бар. Ірі қозғалыстар, ұлт тағдыры, мемлекеттік тіл қозғалысы, Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағы және мына партиялардың өзі қоғамдық бірлестік болып есептеледі заң бойынша. Сондықтан бұл жерде тек қана осы үкіметтік емес ұйымдар ғана емес, мына партияларға да есік ашық. Басында бұл үкіметтік емес біріккен комитетке Ақ Жол партиясының өкілдері келіп қатысты осы заң жобасын жасауға. Міне қасымызда Руханият Жасылдар партиясының несі отыр. Басқа да партияларға қатысамын деген азаматтарға, үкіметтік емес ұйымдарға әрқашанда осы біріккен комитеттің есігі ашық. Енді айта кететін жай, біріккен комитетке осындай ірі тұлғалы азаматтар басшылары болып отырған кезде, олардың әрқашан жиналысқа келіп, осы жұмысты тұрақты түрде жиналып тұруға мүмкіндіктері жоқ. Сондықтан осы біріккен комитеттің үйлестіруші қызметін жасап отырмыз. Үйлестіруші қызметіне осы Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағынан, мемлекеттік тілден, ұлт тағдыры сияқты басқа қоғамдық бірлестіктер мен партиялардан өздері бір өкілдерін жібереді үйлестірушіні. Сол үйлестіруші қызметі кез келген заң жобасын, енді бағана Саятхан ағамыз айтып өтті, сайлау туралы заң қарастыру керек пе? Қарастыру керек. Жер туралы заң, дін туралы заң, осындай қазір біздің халқымыздың діңгегі тірегі болып тұрған тіл, дін және жер туралы заң жобаларын дұрыстап жазып, халықтың көңілінен шығатындай бір осындай заң жобалары жасалса, біздің ұлттық идеология деп жүргеніміз, ұлттық доктрина дегеніміз осы үш тіректен шығады. Сондықтан болашақтағы біздің жоспарымыз мол. Ал енді осы заң жобасын жүзеге асыру жолында қазіргі парламентте отырған депутаттар енді атсалысады деген үміттеміз. Үкіметтің басында отырған азаматтар, партиялар осы Қазақстан Республикасындағы бәрінде де өздерінің енді азаматтық борышы ретінде, азаматтық міндеті ретінде осы тіл мәселесін нақты қолға алып, осыны белгілі бір дәрежеде бізбен бірге жұмыс жасайды деген сенімдеміз. Рахмет. Рахмет. Бәке, сізге сөз. Ал енді мен мына ағадарым айтып кеткен мына жұмыс тобында біз мына Руханият партиясы атынан, әсіресе мен қысқаша өзімді таныстыра кететін болсам, мен шетелде туып өскен, сол жақта мына қазақшада әке шешеде үйден үйренген, сол қазақшамен жүрмін. Ал енді мына бүгінгі таңда осы мына қазақ тіл мәселесі әрине өте күрделі бір мәселе. Бұны енді Мұхтар Шаханов ағамыз көтергенмен әлі билік жақсы түсіне қоймайды. Менің айтарым, Қазақстанда енді 10 миллион қазағымыз бар болса, шетелде 5 миллион қазағымыз бар. Сондықтан сол шетелдегі қазақтар енді 20 жылда 1 миллион қазақ келген болса, бұл жаққа әлі де бұл жаққа келетін талай қазақтарымыз бар. Ал мына тіл мәселесі былай болғанда, ол қазақтарымызды қалай алып келеміз? Осын дұрыстап түсінуіміз керек. Сондықтан біз енді Руханият партиясы атында біз бұл топқа кірісіп, өзіміздің енді білгенімізше қолдау жасадық. Benim айтарым, мысалы, егерде әрбір мен өзі шетелде қанша 4-5 мемлекетте, мысалы Индияда туған, Түркияда, Тайванда, соңғы 30 жылдан бері мен Англияда BBC радиосына жұмыс істейдім. Сондықтан әрбір мемлекеттің өз бір ана тілі бар. Ресми тіл ана тілі болу керек. Сондықтан егерде Қазақстан біз енді қайдадан тәуелсіз алғандықтан бері өзіміз атамекенімізге келдік. Неге келдік? Қазақ болғанымыз үшін. Ал енді былай қарасаңыз, мен бұл жерге келгенде біз әрине біз орысша білмейміз, бірақ әлі күнге дейін қордалып жүрміз.
Сондықтан әрбір мемлекеттің егер ұлты несіне қарамай, мысалы енді мен айта кетейін, Түркияда Қазақстандан да көп этникалық групптар бар. Соған қарамастан, мысалы Ататүріктің жасаған, қалаған несі, сол түрк тілінде бүкіл ұлттарды біріктірген. Ал неге біз соны жасай алмаймыз? Былай қарағанда біз слав халқы емеспіз ғой. Біз әлі күнге деген неге, мысалы Советтің несіне әлі неге шыға алмаймыз? Сондықтан bizim айтарымыз, енді bizim бақытымыз слав халқы емес, bizim бақытымыз түрктес халқы. Бұлай көршім, міне мемлекеттерді қарап отырсаңыз, бізден басқа. Әзір тіл мәселесі жалғыз бұны сөйлеп емес, бұның жазу, оқу, әдеби несін бәрін түсіну керек қой. Ал енді болашақтағы bizim ұрпақтарымызға біз не береміз? Бірақ қалағанда, міне әлі күнге дейін біз бұрынғы кирилликамен келе жатырмыз. Сондықтан мүмкін дүнияда басқа бір мемлекет жоқ шығар. Осы қазақ тілі 3 қарпымен әлі күнге дейін міне 20 жылдан бері әлі шешілмей жүрміз. Я біз латинге көшуіміз керек, яки басқаша енді сондықтан мына билік саяси бір шешім қабылдау керек қой. Біз қай уақыт кешеміз? Мына әзір мысалы былай айтқанда мына Шығыс Түркістан 3 аймақ дейміз ғой, мына Қытайдағы. Сол жерде 3-4 миллион қазағымыз бар. О жақта да әзір саясат өзгеріп жатыр. Бұрынғы секілді еркіндік жоқ. Мүмкін Қазақстан тәуелсіз болғандан бері біз қазақтар бұл жаққа келіп, мүмкін осы тіл мәселесі, әсіресе Қытайдан келген қазақтарымыз, Моңғолстаннан келген қазақтарымыз арқылы осы мәселеде көтерілген. Ал енді мына Рухани саяси партиясы да, мысалы елбасы сол уақытта мына Алтыншаш апамыздың арқылы осы шетелден келген ағайындарға көмек ретінде басталған еді. Бірақ әлі күнге дейін бұл партия арқылы көп нәрседе шешілмеген. Сондықтан біз осы төрағамыз Серікжан мырза арқылы осы бір жылдан бұрын құрылтай жасап, қазақ тілін рухани мәселелерден бірі осы тіл мәселесі. Соны біз өз қолымызға қалай ала аламыз деп осы топпен бірге жүрміз. Менің айтарым, егер де мысал бере кететін болсаңыз қараңыз. Әзір Қытайдан не секілді компаниялар бұл жерге келіп жүр. Одар орысша білмейді, одар қазақша білмейді. Ал бірақ одар қалай жұмыс тауып жүр? Ал bizim мына Қызылорда болсын, Ақтөбе болсын, Батыс Қазақстандағы өз жұмыскерлеріміз мұнайшамыз неге жұмыс таба алмайды? Біз өзіміз қазақша білеміз, бірақ бізге айтады орысша үйренің деді. Мен неге атамекенге келдім, мен орысша үйренім керек. Сондықтан осы ағайындар, менің айтарым, осы біз қоғамда бұл жалғыз ресми түрде болмау керек. Бұл қоғамның ішінде күнделікті өмірде қазақшаға алдымен өз басымыздан бастауымыз керек. Егер де біз жеке тұлға ретінде өзіміз үйде, семьямызда күнделікті өмірде қазақша біз сөйлей берсек, амалсыз билікте оған бір шара жасайтын шығар. Рахмет сіздерге. Құрметті достар, мен бір нәрсені ескерте кеткен жөн көріп отырмын. Мына Алаш үні қоғамдық бірлестіктер одағы құрылған 18 ноябрь 2008 жылдан бері қарай біздің қара жолымызға, съезімізге бүкіл әкімшіліктің бөлім басқармалары түгел қатысты. Біздің программамызда да, бағдарламамызда да, ұстабымызда да үкіметтік ұйымдармен, үкіметпен үндесіп жұмыс істеу болатын. Біз бүгінге дейін солай үндесіп жұмыс істеп келе жатырмыз. Мына заңды қабылдағанда да сол үндестікті сақтау үшін жұмыс істедік. Сондықтан біздің арамызда оппозициялық пікір емес. Егер біз үкіметті сынасақ, қатасы бар дүниені зиялы қауым сынау керек, айту керек, пікір айту керек халық. Міне сондай деңгейде жұмыс істеп келдік, осыны ескерсеңіздер екен. Рахмет. Ал енді сұрақтар мен жауаптарға көшейік. Бірінші сұрақ. Кешіріңіз, мына сөйлесін. 1-2 минут. Абдрашид Бакырұлы, Алматы қазақ тілі қоғамынан. Біздің қоғамда ғылым мен білім, озық технологиялық тілі, ағылшын және орыс тілдер деген пікір орныққан. Ол берік орныққан соншалық біздің санамызға осы тілдер болмаса, біз қарқынды түрде дами алмаймыз деген ұсынысты саналап енгізіп отырады. Алайда еліміздің президенті жер-жерде, талай жерде Қазақстанның болашағы қазақ тілімен байланысты екені туралы үнемі айтып келе жатыр. Ендеше қазіргі қоғам алдында біз осы ғылымды, білімді, озық технологияны батыл түрде қазақ тіліне қарай бұруымыз керек. Сол кезде қазақ тілі де соған сәйкес өзінің даму деңгейіне ұмтылады. Яғни біз қазіргі конференция 20 жылы тәуелсіздіктен кейін қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданысқа енуі туралы емес, қазақ тілінің мемлекеттік
құрылымды дамытуға қалай қызмет етіп жатқаны туралы көтеріп отыруымыз керек еді. Өкінішке орай біз қазір тек қана әлі де сол алғашқы қазақ тілінің қолдану деңгейі тұрғысынан аса алмай отырмыз. Мынау бүгінгі біз жасап шыққан заңның жобасы осы қазақ тілін сапалық деңгейге көтеру мәселесін алға тартады. Бұл заңның бір қыры деп санаймын. Рахмет. Рахмет. Ал енді сұрақтар, бірінші сұрақ. Қазақ елі бейнелі энциклопедиясы. Қазақ елі бейнелі энциклопедиясы. Менде мынандай бір сұрақ бар. Жаңа айтып өттіңіздер, 20 жылдан бері тіл мәселесінде 3 бағдарлама қабылданып, мардымды нәтиже шығармапты. Мен мына еңбектеріңіз соның енді қайтару, соның жөндеу жолында болып тұр. Сонда Конституциямыздың 93-ші бабында былай делінген. Конституцияның 7-ші бабын жүзеге асыру мақсатында арнайы заң қабылданып, соған сәйкес істеліну керек деді. Неге 20 жылдан бері қарай бір жаңағы ұйымдар осындай мәселе көтермеді? Бұның себебі неде? Неге жаңағы президентіміздің жанындағы кеңесшілер, үкіметтің кеңесшілері неге осы 93-ші бапты басшылыққа алып, арнайы заң туралы мәселе көтермеді? Осының себебі неде? Айтып берсеңіздер. Рахмет. Бұлайда тек Конституцияда тек қана ол бап емес, керек десеңіздер жергілікті өзін өзі басқару туралы 89-шы бап бар. Ол бапта қазірге дейін жұмыс істеп отырған жоқ. Ал егер біз Конституцияның 92-ші бабын есімізге алсақ, Конституцияға енген жаңағы бағыттар 1,5 жылдың ішінде заңға айналу керек. Сонда 95-ші жыл қабылданған Конституцияда бірнеше әлі күнге дейін жүзеге аспаған заң жобалары бар. Соның біреуі. Мен ойымша бұған жауап біреу-ақ, бұл қазіргі Қазақстанның билігінің мемлекеттік тілге деген ниеті. Бұның енді негізі көп шығар. Менің өз басым жеке бұл өздерінің мүмкіншіліктері, мемлекет тілді меңгеру, олардың балаларының мүмкіншіліктері, олардың немерелерінің болашақтары. Сондықтан олар орыс тіліне жабысып отырғанның себебімен біреу-ақ деп ойлаймын. Бұл орысша айтқанда шкурный вопрос та олар үшін. Олар біз үшін де шкурный вопрос болу керек. Егер мемлекеттік тіл дәл осы мынау біздің дайындаған заң жобамызда өтетін болса, менің ойымша шындығында да жаңалта айтып кеткендей, миллиондаған қазақ тілді азаматтарға жұмыста табылады, басқа да табылады. Біз көбінесе рухани дейміз. Шындығында да қазіргі заманда нарықтық экономика кезінде тіл бұл тіршіліктің көзі, бұл нан. Біз азаматтарға солай деп үйреткеніміз дұрыс шығар. Сондықтан біздің жобамыздың ішінде бұл жағдайда руханияттан гөрі біз негізінен практикалық жағын көбірек аштық. Рахмет. Келесі сұрақ. Республика газеті, дос көшім, қазір ғана айттыңыз, қазіргі биліктің ниеті мемлекеттік тілге осындай жағдайда болып тұр. Осындай жағдайда сіздер осындай заң жобасын ұсынып, ескеріледі сіздердің заңдарыңыз қабылданады деп есептейсіз бе сонда? Біз бұл заң жобасын әрине мемлекетке тапсырамыз, береміз. Бірақ негізінен біз жаңа бір жұмыстың, іс-шараның жаңа бір бағытын көтеріп отқан сияқтымыз. Естеріңізде болса, осыдан 3 жыл бұрынғы доктринаның айқайы кезінде мемлекет ұлтшылдарменен, қазақша айтайық ұлтшылдар деп едім. Мен ұлтжанды деген сөзді жек көремін. Өзіміз қолдан жасаған бір сөзді тықпалаймыз да, өзіміздің сөзімізден өзіміз қорқамыз ұлтшыл деген. Ұлтшылдарменен мемлекет келісімге келуге тура келді. Доктринаны тоқтатылды, доктринаны бірге жұмыс жасадық, доктринаның негізгі біраз бағытын өзгертуге тура келді билікке. Дәл сол сияқты біз осы арқылы негізгі мәселеміз бүкіл халықтық бір лоббированияның түрін ойлап тапсақ деп отырмыз да. Шындығында да бүкіл қазақ айту керек, иә, мынау заң жобасы бізге ұнайды, осы біздің қоғамымызға керек. Егер осы болса, мемлекеттік тілде дамиды, мемлекеттік тілмен қоса мемлекетіміздің де жаңа не дейміз, жұмыс істеу, алға қарқынды дамуы болады. Және екіншіден бірден түсініп қойыңыздар, біздегі ең үлкен қателік мемлекеттік тіл қазақтардың тілі деп ойламау керек. Бұл осы мемлекеттің азаматтарының бәрінің тілі. Бүкіл орыстың, кәрістің, ұйғырдың, осы қазақ азаматтарының бәрінің тілі. Сондықтан менің ойымша, осының қалай біз өткізе аламыз, жалау қылып көтеріп қалай біз осы үшін күресе аламыз, қазақ тілді қоғамның. Бұл екінші мәселе. Бұны комитеттің азаматтары біз шешемізді, қандай біз осы арқылы іс-шараларға келеміз. Қазір тек біздің бірінші қадамымыз бүкіл азаматтық қоғамға тарату, әсіресе қазақ тілді ұйымдарға облыстық беру, газет журналдарға беру, жалпы бүкіл қазақ тілді азаматтар осы заңнан хабардар болу керек та, сосын өздерінің одобрямыз дейді ғой, өзінің пікірін айту керек мемлекетке, бәріне. Егер 10 миллиондаған қазақтың 1 миллионы осыны айтса, менің ойымша мемлекет міндетті түрде оны қаперге алуға тура келеді. Мүмкін алғысы келмейтін шығар, бірақ алуға тура келеді. Әңгіме біз соны жүзеге асыра аламыз ба деген бұл екінші мәселе. Бұны біз
істі бастауымыз керек. Қолымызда бір ту болу керек. Ол ту біз өзіміз ойлап тапқанымыз бойынша осы мемлекеттік тіл туралы заң қолымыздағы ту болу керек. Халық, мысалы, қазақтардан басқа Қазақстанның халқы, ел тұрып жатқан этностар десек, қолдайды деп ойлайсыз ба? Міндетті түрде ойлаймыз. Себебі біз мынаны бастаған уақыттарда біздің арамызға диаспораның көптеген басшылары болды да. Біз мысалы мынаны қазір жұмысшы тобы сіздерге ұсынып отырған уақыттарда не дейміз, жаңағы сіздердің пікірлеріңізді біліп, әуелен жария шығуымыз керек қой, жасырын жасаған нәрсеміз емес. Менің ойымша, осыдан кейін барып, жаңа комитеттің ішінде, мысалы біз өзіміз көрген грек диаспорасы, күрд диаспорасы, Әзербайжан диаспорасының адамдары осының басында қатысты, сіздерге айтайық. Олардың өздері болды. Корея, сондықтан олардың бәрінен біз қолдау күтеміз. Шындығында да олардың қолдауынсыз біздің жұмысымыз мүмкін нәтижесіз де болуы мүмкін. Орыстардың қолдауын күтеміз біз. Мен қосымша бір айтайын деп отырғаным, азаматтар, бұл 20 жылғы тілдің дерті тек үкіметте емес екенін біз 13 шілдегі баяндамада ашып айтқанбыз. Бұл тілде дерт бар. Менің мамандығым дәрігер, хирургпын. Дерт болатын болса, оның себебін анықтау керек. Себебі қайда? Мен сол баяндамада екі жақты себеп бар дедім. Бірінші, билік бұған сұраныс, қажеттілік тудырмады. Назарбаев жолдас қазақпен қазақша сөйлесіңдер деген ұран тастады да, оның қажеттілігін жасай алмады. Міне көрдіңіз бе? Екінші кемшілік, мына отырған қарапайым қазақ халқының өзінің ішінде. Сіз қазір далаға шығып көріңіз. Жастарың түгел орысша сөйлесіп жүр. Шал мен кемпір немересімен орысша сөйлесіп келе жатыр. Шаңырақтың астында орысша сөйлеседі. Міне көрдіңіз бе, бұл тақырыптан емес, тілдің дерті, тілдің бұлай болып 20 жылға дейін осындай қалда болған себебі екі жақты. Сондықтан билік те, халық та ойлану керек. Советхан ағаға сұрақ қойсам, Тенгринюс сайтынан. Кішкене былай тұрасыз ба? Жаңа айттыңыз ғой, тілді сыйламайтындарды жаңағы жауапкершілікке тарту керек деген. Сонда мына жобада сол көрсетілген ба? Қандай шара қолданылады, қандай жауапкершілікке тартылады? Тағы келесі сұрақ, мына жобаны қазір қай күні жібересіз мәжіліске ма? Егер қайтып берсе, қандай бір енгізесіздер ма, өзгерістер, может быть, сондай, сол сұраққа жауап берсеңіз. Барлығы да сіз сұрап отырған дүние мұна жобада көрсетілген. Біздің бәр сеніп отырғанымыз халық. Біз әуел халыққа жіберейік деп отырмыз. Биліктен бұрын. Міне сондықтан халықтың талқылауы, халықтың пікірі осы дүниені даңғыл жолға шығарады деген үмітіміз бар. Оның ішінде әсіресе мына журналистер қауымы, сіздер міне осыған ие болуларыңыз керек. Жаңағы сіздің сұраған дүниелеріңіздің барлығы бар. Жаңа дос айтып кетті ғой, біз аса қатаңға да барғамыз жоқ, жұмсақтатқа. Біз шын мәніндегі заңдық бағытты соны қатты ұстандық. Ешқандай саясаттандырмай, халыққа не керек деген дүниені іздеуге тырыстық. Мен қосымша жаңағы сіздің сұрағыңызға айтып кетейін бірден. 22-ші бап бар біздің мемлекеттік тіл туралы заңға қатысты жауапкершілік деп аталатын тарау. Соның 22-нің 2-сінде былай деп жазылады. Орталық және жергілікті органдардың барлық меншік нысанындағы, оның ішінде шетелдік, заңды және жеке тұлғалардың қатысуымен құрылған ұйымдар мен мекемелердің бірінші басшыларына мемлекеттік тілді қолданылуын ұйымдастыруда және жүзеге асыруда жеке жауапкершілік жүктеледі. Бұл бұрынғы заңдардың да көбісінде бар, бірақ оның қандай жауапкершілік екені заң қабылданғаннан кейін барып қылмыстық кодекске ме, әкімшілік кодекске ме қосымша өзгерістер енгізіледі. Сол уақытта көрсетіледі олардың қандай екені. Газетке береді. Әрі қарай талқыланады. Біз бұны бір айға талқылауға беріп отырмыз халыққа. 1 ноябрьден бастап, оған дейін мысалы, жаңа 1 желтоқсанға дейін барып, біз облыстардан, халықтан, басқалардан, қоғамдық ұйымдардан осыған пікір күтеміз де, негізінен әрине, мына жер дұрыс емес, мына жер дұрыс емес деген ол да дұрыс шығар, бірақ бір не дейміз, 8 қырлы заң шықпайды екен. Әр нәрсенің бәрі бір қазыға берсең, мына жеріне
кемшілік сияқты, мына жеріне кемшілік сияқты. Бірақ бізге, мен ашық айтайын, бізге керегі, иә, осындай заң бізге керек деген мәселе керек та халықтан. Не болмаса, иә, мынау заңыңыз дұрыс емес, бұл қоғамның талқаны шығарады, 2-ке бөледі, 3-ке бөледі, 138-дің хаты сияқты болып кетеді деген. Не болмаса сондай, не болмаса қазақтардың, иә, осындай заң бізге баяғыдан керек еді. Мынау заң арқылы біздің мемлекет әрі қарап дамиды деген баға керек бізге халықтан. Рахмет. Келесі сұрақ. Кезінде ассамблея доктринаны ұсынғанда мемлекет оны қолдап, оны заңға бірден кіргізіп жібере жаздап, олдан ел көтеріліп, оны түзеді. Ал енді бұл жерде ескеретіні ассамблеяның инициативасын мемлекет қолдап кетті. Ал енді сіздердің инициативаңыз сол ассамблеялықның инициативасына бәсекелес бола ала ма? Иә, қазір. Жыламай балаға емшек бермейді дейді, қазақ айтады. Жаңағы доктрина жайлы ең алғашында қозғалысқа түскен 13 адам болды. Мұхтар бастаған, оны қостаған біздер. Сол 13 адамды мына Рақат Паласқа жаңағы ассамблеяның орынбасары, сенаттан, содан неден, үкіметтен 3 адам келіп, 11 адаммен сөйлесті алғашында. Міне 11 адаммен сөйлескенде қолымызда доктрина болып тұрып, сөйлемді оқып беріп, міне осы дұрыс па дегенде өздері дұрыс емес екен деді. Міне осыдан барып доктринаның, ол ұсынған доктринаның өте ұятты, жалпы қазақ халқына былайша айтқанда қарсы дүние екенін соларда олар мойындады. Міне осыдан барып біріккен, бірлескен, үндескен шешімге келіп, доктрина өте жақсы мөлшерде, керемет болмаса да өте жақсы мөлшерде қабылданды деп есептейміз. Ол кезде енді ассамблея деген мынау дүниені екіге бөліп алып жүрген, саясаттандырып жүрген, және біздің алғашқы отырысымызға 7 ассамблеялық ұйымдар келді. Жаңа дос санамалап кетті ғой. Міне солардың барлығының пікірі алғашқы отырысымызда олар ашық айтты. Тіпті балабақшаларын қазақшалау, енді басқа тілде балабақшаның керек жоқ дегенді айтып отыр. Неге бірінші класстан бастап мемлекеттік тілде бүкіл мемлекеттік мектептер жүргізбейді деген пікірді айтты. Бұның барлығы керемет қой. Соны айтып отырған басқа жаңағы диаспоралардың адамдары. Ал осыны үкімет енді тыңдау керек. Енді тыңдау керек үкімет. Осы арада. Рұқсат болса, енді мен айта кетерім. Енді біз тәуелсіз мемлекет болғандықтан, алғаш енді мына ата заңымыз бірінші неден бастау керек? Ата заңымыз қазақ тілінде болса, онда біз бір жерге жетелеміз. Неге десеңіз, әзірге қарап отырсаңыз, ата заңда дейді, 7-ші тарауын 2-ші бабында дұрыс болса дейді. Мына тіл туралы мәселе, ол біраз не бар, шикілі, былай қарағанда қайшылас. Мысалы дейді, қазақ тілінде тіл туралы заң десе, орыс тілінде тілдер туралы заң деп атаулы. Одан әрі барлық баптары мына ата заң бойынша қарма-қайшылық келіп тұрады. Сондықтан алдымен осы мына ата заңымыздағы орыс тілін егерде бір жаққа қоя тұрып, жалғыз қазақ тілінде қабылдайтын болсақ, мен ойымша мына халқымыз енді былай 70% өзіміздің қазақ болғандықтан, егерде ол кісілердің намысы бар болса, онда осын тезірек жөндемізге болады. Рахмет. Рахмет. Сіздің сұрақ? Мен тіл жанашырымын, Төлебек Сейітқалиұлы. Мынау жоба өзім оқып шықтым, өте керемет, жақсы. Енді бұны енгізу мәселесі. Осы жаңа диаспораларды айтып тұрды, диаспоралар. Шын мәнінде қазір бізде өзіміздің жауымыз қазақтың қазақ жау деп айтқан баяғыда. Сондықтан бізде көбі әлі мәңгүрт деген қазақтар өздері қарсы болуы мүмкін. Диаспоралар қарсы мүмкін. Сондықтан мынандай міне сұрақ. Осы мынау жобаға ең алдына бір сөз айтып кетсін. Бұл халықаралық норматив заң бойынша ана мемлекеттерде былай тек қана біз ғана артта қалдық деп айтса, кішкене тиер еді. Ол бір. Сол ұсыныс ретінде. Екінші, ал енді мынау негізгі диаспора, негізде онда негізгі емес ол. Ең көп диаспора. Орыстар, славяндар. Олар шығады байбаламмен. Осы шыққанда сіздер қандай шара қолданасыздар? Осы екі сұрақ менде. Дос.
Олар шықса көре жатармыз деуге де болады ғой. Бірақ әңгіме былайда, қазір сәл-пәл де болса өзгерді. 90-шы жылдары қарама-қарсылық болды да, противостояние шындығында. Мемлекет тілі, орыс тілі болсын, тағы басқа деген. 2000 жылдардан асқаннан кейін, мен ойымша, орыс тілді азаматтардың арасында түсінік пайда болды да, понимание дейді ғой. Бірақ бір нәрсе қалды. Нежелание қалды. Нежелание қалды да, соны білу. Әңгіме мен бүкіл орыс тілді азаматтардың осы заңға, не болмаса жаңағы біздің оның алдында жазғанымызға қарсы болады деген өз басым толық қарсымын, өйткені өзіміз көріп жүрміз аралап ауылдарды. Иә, белгілі бір топтар бар, белгілі бір азаматтар бар. Өздерінің жаңағы бағытынан олар ауытқымайды. Олар түсіне отырып қарсы шығады. Егер біз олардың бәріне жауап берсек, не оларменен қарсыласып отыра берсек, ол өмір өтіп кететін сияқты да. Біз 65% болдық. Менің ойымша, енді не дейміз, 20 жыл уақыт бердік. Енді одан кейін барып олармен бір дискуссияға барудың өзі бір ыңғайсыз сияқты да. Саңырауға қанша рет айтсаң да сол саңырау күйі қала береді. Олардан бір қорқыныш күтіп, олардан бір қауіп күтетін қазақ емес қазір. Қазақ тілдері емес деп ойлаймын да. Бірақ ол әңгіме олардың сөзін тыңдамау емес, олардың айтқан дәлелдерінің бірде біреуін, не дейді жаңағы, бір ақылға қонатын нәрсені мен өзім көріп отқан жоқпын. Тағы да қайталап айтамыз, бұл қазақтық емес, бұл Қазақстан мемлекетінің заң жобасы екенін олар түсінетін уақыт жетті да, басқа еш нәрсесі емес. Сондықтан олардан қорықпайық. Анау не дейді жаңағы, министрліктер қорқа берсін, жаңағы қайтып алатындар. Біз, менің ойымша, өзіміздің жұмысымызды әрі қарап жалғастыра бергеніміз дұрыс сияқты. Так, сұрақ. Келесі сұрақ. Бізде заңның қабылдануы халықтың қолында емес екені белгілі. Сондықтан егер де үкімет тарапынан, жаңағы сіздер тиісті мекемелерге жібересіздер заң жобасын, ешқандай реакция болмай жатса, ары қарай қандай шара қолданасыздар? Бұны біз жаңа айтып кеттік та, бұны жаңағы біздің біріккен комитет шешеді. Өйткені біз қазіргі кездердегі алдымызда қандай стратегиялық жоспарымыз, қандай іс-шараларға баратымыз деп бересіз. Бірақ мен мынаған келісім келмейді да. Сіздер қарап көрсеңіздер, жаңағы 90 жыл, 91 жыл қабылдаған тәуелсіздік туралы декларация және Қазақстанның конституциялық тәуелсіздік туралы заңдарын қарап шықсаңыздар, сол халықтың дүмпуімен жасалған да. Қазір енді оны жарыққа шығарғысы келмей отыр, билік, оны жақсы білеміз. Керек десеңіздер, біз Ақорданың сайтынан таба алмадық тәуелсіздік туралы заңымызды. Тығып қойып отыр. Сол жердегіні қарасаңыздар, ұлттық мемлекет дегенде жазылған, ол жерде бәрі жазылған. Себебі сол уақыттарда сол билік, қазіргі отырған билік, соны қабылдады халықтың дүмпуіменен. Егер халық бәріміз жаңағы не дейді, бір жағадан жең, жаңағы бір жағадан бас, бір жаңағы жеңнен қол шығаратын болсақ, билік ешқайда кетпейді. Әңгіме сол қазақтардың сондайға не дейміз, рухы, намысы жетсе ғана. Халық тыңдамай, халық сенен сұрайтын сол. Осы жерде мен Доскөшім жаңа өте дұрыс айтты. Негізінен жалпы заң дегеніміз ол бір ұйымдардың, бір белгілі бір топтардың көңіл күйіне қарап қабылданбайды. Заң дегеніміз қоғамдағы болып жатқан объективті процестерді бейнелейді. Яғни осы процесті бейнелеу кезінде ол демократиялық принциптерге сүйенеді. Сондықтан да мынау бүгінгі ұсынылып отқан заң дәл осы талаппен жасалды да қазіргі қоғамдағы нағыз қажет болып отырған ахуалды бейнелеп отыр. Сондықтан да бұл жалпы Қазақстанның патриот азаматтарының барлығынан ұлтына қарамастан және басқа ерекшеліктеріне қарамастан қолдау табады деп үміттенуге болады. Осы жерде біз қазір 95 жылы референдумда қабылданған конституциямен өмір сүріп келе жатырмыз. Бұл референдумда қабылданған заңның алдында 1993 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының алғашқы конституциясы болған. Ол конституцияда қазақ халқы мемлекет құраушы халық деп атап көрсетілген болатын. Және де 93 жылғы конституцияда өтпелі кезең деген қосымша мына конституциямен қатар жүретін бір тарау болған. Өтпелі кезең. Өтпелі кезең дегенде ол жерде анық көрсетілген. Осы белгілі бір кезеңде 10 жыл, 15 жыл қазақ тілі мен орыс тілі енді
қатар қолданылады деген бап сол өтпелі кезеңде айтылған болатын. Өкінішке қарай 95 жылғы Конституцияда өтпелі кезең деген алынып тастап, енді Конституция бойынша біз 7-ші бапқа сенсек, Конституция деген енді 1 жылға, 5 жылға, 10 жылға жазылатын құжат емес. Бұл деген ата заң 100 жылға, 500 жылға кетуі мүмкін, Франция, ақш-тағы сияқты. Сондықтан бұл жердегі 7-ші баптың 2-ші бөліміндегі орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген, енді ойлап көріңіздерші, осыдан 50 жылдан кейін де сол күшінде қала бере ма? Бұны үкімет те, мемлекет те осыны түсініп, мына 7-ші баптың 2-ші бөлімін алып тастайтын уақыт осымен жетті деп ойлауға болады. 7-ші арнадан дос көшімаға сұрақ. Жалпы қазір үкіметтегілер де мынау осы тіл туралы заң қабылдап жатыр. Сіздердің осы заң жобасының артықшылығы не одан? Жоқ әлде соған бір толықтырулар бола ма? Сон екінші сұрақ. Қазіргі қолданыстағы тіл туралы заңмен қанша пайыз сәйкестік бар осы қазіргі заң жобасының ішінде? Түсінікті, бірденен екіншісін айтып кетейік. Біз қазіргі қолданыстағы заң жобасында қарап шықтық, оның ішінен 2-3 бап алынды. Өйткені оның ішінде де бір ақылға қонатын баптар бар екен. Бірақ пайызын санаған жоқпыз. Мүмкін бір 10% дайын біз алған шығармыз. Мүмкін жаңағы жүйесін алған шығармыз кейбір мәселе жөнінен. Екінші сұрақ бойынша, Мәдениет министрлігінің тіл комитеті қазір қолданыстағы заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізетін жұмысшы тобын жасақтады. Оның ішінде мен де бармын. Ол жақта да жаңағы жұмысымыз жасап жатырмыз. Бірақ әңгіме былайда біз бірдемені түсінуіміз керек. Ол заң, тілдер туралы заң, тіл туралы заң дейміз. Ол заң нақты қостілділікті дамытатын, қостілділікті сақтайтын заң. Оны біз мойындайық 20 жылдың ішінде. Енді содан мемлекет тілді дамытатын жаңадан түзетіп бірдеме шығару мен ойымша өте қиын. Мен оған сенгім келмейді. Оларға да жазып жібердім мен, жұмыртқаны жармай, яичница жасай алмаймыз деп. Сондықтан мынау заң жобасы, жаңа мен айтып кеткен тұжырым бар ғой. Бұл жерде қостілділік мәселесі мүлдем алынып тасталған. Жаңағыда 2 түрлі көзқарас, 2 ұдай көзқарастың бәрі алынған. Нақтылық бар бұл жерде. Сондықтан бұл заң жобасын жасауға тура келгеніміз. Әйтпесе, егер мемлекет осындай заң жобасын жасаймыз, уақыты жетті, 20 жыл өтті ғой дейтін болса, біз мынаны жұмыс жасап жатпас едік, 2 ай бойы отырмас едік. Бір тиын ақша алмай, күнде жиналып, ол үлкен жұмыс шындығында да қаншама заңдарды қарап шығу. Сондықтан, егер билік осының ішіндегі біраз мәселені алып, тағы да жаңадан парламентке тапсырма беріп, мемлекет тіл туралы заң жобасын жасаймыз, сіздердікінде біз пайдаланамыз десе, біз қуанғаннан басқа ешқандай ренішіміз жоқ. Біз онда қозғау салғанбыз осы уақытта. Бірақ менің өзім жеке пікірім, бұрынғы қолданыстағы заң жобасынан ештеңе шықпайды, қанша түзесекті. Бірақ түзеуге деген ниеттеріне мен рахмет айтамын. Министрліктің, Құлмұхаммедтің өзінің, Шерубайларға түзейміз деген. Екіншіден, бұл қоғамда осындай жағдайдың туған дәлелдейді. Биліктің өз ананы түзеуге мәжбүр болып отырған шындығында. Бірақ олар не дейді? Бір кішкентай батылдық жетпей жатыр. Заман келіп қалыпты. Жаңадан мемлекеттік туралы заң жобасын жасайық дегенге айтуға, білмеймін, жүректері дауаламай отыр. Өте қысқаша. Бағанадан көп нәрселерді айтып жатырсыздар, бәрі дұрыс. Бірақ осы жұмысшы тобының дайындаған заңын көптеген қазір диаспора өкілдері мысалы айтайық, кейбір қазақтардың өздері де тіл білмейтін ұғуы мүмкін. Бұл заң біздің бәрімізді мәжбүрлейтін заң деп. Шын ұққан адамға бұл заң үкіметті мәжбүрлейтін заң. Ешқандай азаматтардың құқын нұқсан келтіріп, не болмаса азаматтардың өздеріңіз нақтылап оқып көрсеңіздер, мемлекет не істеу керек, қандай оларға жағдай туғызу керек тіл даму үшін, мемлекеттік тіл даму үшін, қазақ тілін білу үшін не істеу керек, қандай кемшіліктер бар, соның бәрін түзетіп, соған жауап береді. Біз үкіметтің жауапкерлігін нығарлап берген заң бұл. Менің айтайын дегенім жаным, осы арада 1-2 адам ғана ақсақалдарың отыр екен. Қарасам барлықтарың жастарсыңдар. Мағжан аталарың айтты ғой, мен жастарға сенемін деп.
арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты жастарға. Жаңа халықтан іштеме тыңдайма дейді. Халыққа жеткізетін де, халықты көтеретін де, құлағына апарып сыбырлайтын да міне отырған сіздерсіздер. Өйткені халықтың көзі, ойы, тілі барлығы міне алдымызда тұр. Сондықтан сіздердің көмектеріңізді біз сұраймыз. Көмек бересіздер ме? Жоқ деген кім? Нағашыбай ғой. Рахмет. Осымен баспасөз мәслихатымызды аяқтаймыз. Қонақтарымызға рахмет, барлығыңызға рахмет.